Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөліскім келіпті. Өздеріңіз байқап жүргенде қазіргі біздің қоршаған ортаның ластығы, жеп жатқан тамақтарымыздың тең жартысы полуфабрикат болғандықтан біз асқазан улануына жиі кездесеміз. Асқазан уланған кезде үй жағдайында ең алғашқы көмек көрсететін ол бізде айран. Егер сіз асқазаныңыз уланған болса, айранды ішсеңіз, асқазандағы бүкіл токсинді жуып шайып, жақсы жұмыс істеуге өте жақсы көмектеседі. Егер де сіз күнделікті тамақ ішіп болғаннан кейін жатар алдында бір стақан айран ішетін болсаңыз, асқазаныңыз жақсы жұмыс жасап, ертеңгісін жеген тамақтарыңызды жақсы қорытатын болады. Айранның тағы да қандай қасиеттері бар екен білгіңіз келсе, әрмен қарай тыңдаңыз. Айранның тек қана асқазанға не болмаса ішкі құрылысқа ғана емес, сыртқы келбетке де пайдасы өте зор. Егер де сіз күнделікті таңертеңгісін суық айранды ұйқыдан тұрғаннан кейін жарты сағат бетіңізге маска ретінде жағып қоятын болсаңыз, бетіңіз кешке дейін аппақ ағартып, өзінің кожадағы түнімен жинаған витаминдарын қалпында ұстап тұруға жақсы көмектеседі. Және де ол шашқа өте пайдалы. Аптасына бір рет 2 ай көлемінде тоқтамай айран жағып маска жасайтын болсаңыз, шашыңыз 1-2 айда 5 сантиметрге өсетіне мен сізге гарантия беремін. Міндетті түрде пайдаланып көріңіз, ал қалай пайдалану керек екенін мен әрмен қарай көрсететін боламын. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз, егер сізге пайдалы болса. Масканы жасау үшін бірінші айранымызды ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Мейлінше айраныңыз қою болғаны жөн. Және де қолымызға перчатка киіп алып, қолмен де жасауға болады, бірақ мен перчаткамен жұмыс жасағанды өзім жақсы көремін. Ал киіп алдық. Дайынбыз. Ақырындап айранды шаштың түбінен ұзындығына қарай жағып шығамыз. Айранды күнделікті тамақтан кейін жарты сағат ішіп отыруды да ұмытпаймыз. Айранды тамақтан кейін жатар алдында арасы жоқ дегенде жарты сағаттан кейін ішіп жататын болсаңыз, асқазаныңызға өте жақсы көмектеседі. Асқазаныңыз жақсы қорытып, ертесі күні тамақтарды жақсы қорытатын болады. Ал айранымызды басымызға жақсылап жағып алдық, қолымен түбіне үйкелеп, барлық шашқа жақсылап, шаштың түбіне жақсы сіңу керек. Қалған айранмен бетімізге маска жасаймыз. Айранның пайдасы өте мол, сондықтан міндетті түрде үйде тоңазытқышта айран сіздерде болу керек. Барлық жағдайда ол сізді тез және арзан құтқаратын болады. Айранды әдемілеп бетімізге, шашымызға жағып алдық. Енді жарты сағат күтетін боламыз. Жарты сағаттан кейін жақсылап шампуньмен 2 қайтара жуып, бетіміздегі айранды жуып, увлажняющий крем жағып, шашымызды термозащита сеуіп, кептіріп аламыз. Барлықтарыңыздың деніңіз сау болсын, әрдайым әдемі болып жүруді ұмытпаймыз.